Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін біз осындай керемет красный бархат кекісін жасайтын боламыз. Ең бірінші бізге бір жұмыртқа қажет болады. Осы бір жұмыртқаның үстіне қантымызды саламыз және де миксерлеп алатын боламыз. Міне осындай шамалы ағарғаннан кейін алып қоя тұрамыз. Енді біздің айранымызға, қолдың айраны да араластырсаңыздар болады. Осы айранымызға қызыл красителімізді қосамыз. Менде топ декордың красителі. Осыны араластырып аламыз. Енді бағанағы жұмыртқамызға сұйық майымызды құямыз. Кейін жаңағы айранымызды да құямыз. Тағы да бір жақсылап миксерлеп аламыз. Біркелкі масса болу қажет. Менде түсім қызыл болмағандықтан тағы да красительді қостым. Бұл қалыпты жағдай, сіздер де қоссаңыздар болады. Енді бұл қамырымызды әрі ала тұрамыз және де ұнымызды аламыз. Ұнымызға какаоны қосамыз. Рахатский какао болса аз қосыңыздар. Және де осы ұнның какаоның үстіне содамызды қосамыз. Және де илектен өткізіп, міндетті түрде жаңағы массамызға саламыз. Миксерлеп аламыз осы ұн қосылған массамызды. Кейіннен менде осындай қаны қызыл қоюлау массам шығады. Енді мен формочкама қағаз формаларымды қойып шықтым және осыны пакетке салдым қамырымды. Осы формаларыма құйып шығатын боламын. Қатты көп құймасаңыздар болады. Міне мен формаларымның жартысына дейін құйдым. Осы капкейктерімізді 160 градуста 15-20 минут ішінде пісіріп шығамыз. Міне мен осылай күшті болып, менде пісіп шықты. Және де қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен креммен әсемдедім. Және мынандай міне жұмсақ, қанық, әдемі біздің красный бархат капкейктеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.